Саламатсыздар ма балалар? Қазір бізде әліппе сабағы. Сабаққа қош келдіңіздер. Сабағымызды бастамас бұрын өткен сабаққа кері байланыс жасайық. Қайда балалар? Мен сендерге мынандай сұрақтар қоямын. Ал сендер жауап беруге тырысыңдар. Әне басталық. Дыбыс деген не? Дыбыстар нешеге бөлінеді? Әріп деп нені айтамыз? Әріптерді не істейміз? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңдер деген ойдамын. Балалар, ал енді мына бір суреттерге жақсылап тұрып назар аударыңдар. Берілген әріптер қай суреттерге сәйкес келеді екен? Кәне, ойланайықшы. Әр сурет қай дыбыстан басталады екен? Кәне, ойланып көрейік. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер дұрыс таптыңдар деген ойдамын. Тамаша. Олай болса, сабақты бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар В дыбысымен әріпті. Сабағымыздың мақсаты әріпті тану, ажырату және оны дыбыспен сәйкестендіру. Балалар, В дыбысы дауыссыз дыбыс. В ұяң дауыссыз дыбыс. В дыбысы сөздің барлық буынында кездеседі. Көбінесе В дыбысы орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Мысалы, вагон, велосипед, автобус. Балалар, автобус дегенде В дыбысы сөздің қай буынында кетті? Ойланыңдаршы. Автобус. Өте жақсы. Бірінші буынында естілді. Жарайсыңдар. Балалар, ал енді мына бір суретке жақсылап тұрып назар аударайық. Суреттегі сөздерді оқып, В дыбысының орнын анықтап, дыбыстық талдау жасайды. Бірінші суреттегі сөзді оқиық. Пингвин. Неше буын бар екен? Өте жақсы. Екі буын бар екен. В дыбысы сөздің нешінші буынында орналасқан? Жарайсыңдар. Екінші буында орналасқан екен. Келесі суретте оқиық. Вагон деп жазылып тұр екен. Тамаша. Ал енді вагон деген сөзде буынға бөлейікші. Өте жақсы. Екі буын бар екен. В дыбысы сөздің қай буынында орналасқан? Өте жақсы. Бірінші буында орналасқан екен. Келесі суретте бізде автобус деп жазылып тұр. Тамаша. Автобус деген сөзді буынға бөлейікші. Өте жақсы. Үш буын бар екен. Ал енді В дыбысы сөздің нешінші буынында орналасқан? Тамаша. Бірінші буында орналасқан. Ал сурет бізде велосипед. Велосипед дегенде неше буын бар? Велосипед. Тамаша. Төрт буын бар екен. Велосипед деген сөзде В дыбысы өте жақсы. Бірінші буында кездесіп тұр екен. Тамаша. Жарайсыңдар балалар. Құрметті балалар, мына бір мәтінге назар аударайық. Мен мәтінді дұрыс дауыстап оқимын, ал барлығымыз тыңдайық. Велосипед. Велосипед көлік түрі. Ол біздің жүрісімізді жылдамдатады. Қорап сүйрететін велосипедтер де бар. Мәшиненің жүк салғышына сыйып кететіндері де болады. Жинамалы түрлері жылдам құрастырылады. Яғни не туралы екен? Велосипед туралы. Тамаша. Велосипед көліктің түрі екен. Ол біздің жүрісімізді жылдамдатады екен. Велосипедті барлығымыз білеміз, әрі көреміз. Жарайсыңдар.
балалар, дәптерімізді ашып, дәптермен жұмыс жасайық. Қане дәптерімізге әдемілеп, көркем етіп, В әрпімен, бас әрпімен, кішкентай әрпін жазып шығамыз. Әдемілеп, көркем жазып шығайық. Іске сәт. Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша сендер барлықтарың да дұрыс, көркем етіп жаздыңдар деген ойдамын. Балалар, мынандай тапсырма. Экранда сөйлемдер берілген. Ал сол сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Сонымен қоса, көшіріп жазып болғаннан кейін В әрпі бар сөздердің астын сызамыз. Алдымен сөйлемдерді оқып шығайық. Бірінші сөйлем. Әли вазаға гүл салды. Екінші сөйлем. Мен аквариумнен түрлі балықтарды көрдім. Үшінші сөйлем. Арман аквариумдегі балықтарға жем берді. Түсінікті ме? Өте жақсы. Олай болса, қане дәптерімізге әдемі, көркем етіп жазып шығамыз. Сонан соң В әрпі бар сөздердің астын сызып шығамыз. Тапсырма түсінікті ме? Өте жақсы. Олай болса, орындауға кірісейік. Іске сәт. Жақсы балалар. Менің ойымша сендер әдемі, көркем етіп жазып, тапсырманы дұрыс орындадыңдар деген ойда. Сонымен балалар, бүгін біз қандай әріппен таныстық? Жарайсың. В әрпімен таныстық. В әрпі қандай дыбыс екен? Өте жақсы. В әрпі дауыссыз дыбыс. Тамаша. Сабақ түсінікті болды ма балалар? Жарайсыңдар. Ал енді сабаққа рефлексия жүргізейік. Бүгінгі сабақ маған бәрі түсінікті болды. Мен түсіндім деген оқушылар болса, жымиып күлімдейміз. Ал келесі сабақта күш салуым керек деген оқушы болды ма? Менің ойымша ондай оқушы болмаған сияқты. Солай емес пе? Өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, сабақ аяқталды. Келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңдар. Тыңдағандарыңызға рахмет.